Бүгінде ғаламторсыз ешқандай да тірлік бітпейтіндей көрінеді. Жасыратыны жоқ, үлкені де, кішісі де, тіпті сіз де, біз де ғаламторға тәуелді жандардың бірі секілдіміз. Біз бүгін қала тұрғындары арасында ғаламтор жөнінде осы сұрақтарды қоятын боламыз. Бірге тамашалайық. Енді Instagram бар, Facebook бар, WhatsApp бар, бәрін қосқанда ол да интернет болады. Шамамен 6 сағат десек болады, 4-6 сағат. Интернетке күніне 3-4 сағат отырамын. Жалпы жұмысқа байланысты 6-7 айтуға болады. Целый день қолданасың, 24 сағат бойы ғой. Арасына үзілістер салып. Жүре алатын болармын. Интернет қиын ғой әрине қазірде. Интернетсіз болған күндер болды осы жақында. Сөйт өшіп қалды, интернет өшіп қалғанда негізі қиын. Тәуелді болып қалғанбыз социальный сеттерге, көбінесе мысалы ойындар ойнаймыз, WhatsAppқа, Instagramға кіріп отырамыз. Бұлай болады интернетсіз өмір сүруге, но қиын, өте қиын. Қазіргі заманға ол өте қиын. Интернетке мен бүкіл уақытым жұмыспен байланысты, жалпы ол мүмкін емес деп ойлаймын қазіргі уақытта. Жалпы жұмыс сабақта интернетпен байланысты болып кетті жалпы. Білмеймін, жоқ шығар. Қазіргі уақытта жоқ. Кітап тыңдайтын болармын, өйткені мен кітап оқып, интернетсіз бір күн интернетті қолданмай жүргім келіп, сондай эксперимент жасайтын едім. Телефонмен. Сондай күндер менде болды. Қазір мысалы мен интернеттен мотивациялық видеолар көргендіктен бір күнімді толықтай кітапқа арнаған күнім болды. Яғни таңертеңнен кешке дейін телефонды ысырып тастап, тек кітап оқыған және спортпен айналысқан күндерім болды. Кітаппен телефон енді күнде пайдаланып жатыр. Кітапты күнде емес. Кітаппен өткізетін. Кітап қой, кітап қой.